Бұл видеода біз Құдай бар ма деген сұраққа қазіргі ғылым қалай жауап беретініне тоқталамыз. Естеріңізге сала кетейік. Айтар сөзімізде біз Құдай дегенде кейбір суретшілер бейнелейтіндей бұлттардың үстінде отырған ақ сақалды қатал қарияны емес, материалдық сипаттардан ада, материалды емес болмысты түсінеміз. Қазіргі ғылым әлде қайда алдыға жылжыған және оның көзқарасы көптеген сұрақтарға, солардың ішінде Құдайдың бар екеніне қатысты түбегейлі өзгерген. Бүгінгі ғылым Исаак Ньютонның айтқаны рас екенін түсінуде. Яғни материалдық ғаламның пайда болуы мен оның өмір сүруін материалдық емес фактордың, материалдық емес болмыстың қатысуынсыз түсіндіру мүмкін еместі. 19 ғасырда, дәлірек айтсақ, 19 ғасырдың орта шебінде ғылымда материализмге деген өзіндік мода пайда болды. Материализм деген материалдық емес барлық нәрселерді жоққа шығару. Ал Құдай материя болмағандықтан, материализм Құдайды да жоққа шығарады. Материализмнің басты ұраны тек материя ғана бар, материядан басқа ештеңе жоқ. Бұл ұран көптеген адамдарға әдемі естілсе де, бұл тұжырымдаманың дәлелі жоқ. Оның дәлелі бұрын да болмаған, қазір де жоқ. Материядан басқа ештеңе жоқ деген тезиске тек сенуге ғана болады, немесе сенбеуге болады. Оны дәлелдей алмайсыз. Сондықтан материализм ол сенім немесе мода. Бірақ ғылым емес. Ғылым өз тұжырымдамаларын дәлелдей алады. Ал егер дәлелдей алмаса, онда бұл құр сенім. Әрине, материалистер өздерінің осы тұжырымдамаларын растайтын дәлел тапқылары келеді. 19 ғасырдың ортасынан сәл кешірек энергияның сақталу заңы ашылған кезде, бұл материалистер үшін нағыз қуанышты мерекеге айналған. Оларды соншама не қуантты? Энергияның сақталу заңы тұйық денелер жүйесіндегі толық механикалық энергия кез келген өзгерістер барысында сол жүйенің ішіндегі энергия тұрақты болып қала береді дейді. Ал материалдық ғалам тұйық жүйе болғандықтан, өйткені онда материядан басқа ештеңе жоқ емес пе? Демек, ол қанша айналса да, онда қандай процестер орын алып жатса да, оның ішінде әрқашан қандайды бір энергияның тұрақты мөлшері қала береді. Демек, оның өмір сүруі тоқтамайды. Яғни ғалам мәңгі өмір сүреді. Сондай-ақ оны ешкім жаратпаған, ешқандай Құдай, ешқандай материалдық емес бастама болмаған. Демек, Құдай бар деген гипотезаға негіз қалмайды, дейді материалистер. Сол кезде материалистер алақайлап, бөріктерін аспанға лақтырып қуанған болар. Енді материалистердің осы қуаныштарын сейілту үшін бір ғана сұрақ қоялық. Сіздер ғаламда энергияның тұрақты бір мөлшері бар дейсіздер. Ол әрқашан өзіндік бір мәнге ие екен, яғни константа. Сонда сол энергияның мөлшері қанша екен? Егер ол физикалық константа болса, онда оның қандайды бір мәні болуы керек, дұрыс па? Мысалы, гравитациялық тұрақтының мәні 6,167 көбейту 10-ның минус 11 дәрежесіне тең. Больцман тұрақтысы 1,138 көбейту 10-ның минус 23 дәрежесіне тең. Сонымен қатар Дирак тұрақтысы, Планк тұрақтысы және тағы басқа физикалық константалар бар. Олардың әрқайсысы үшін нақты немесе шамалы түрдегі мәндері анықталған. Егер энергияның сақталу заңының тұрақты мәні болса, онда бұл мәнді есептеп шығару қандай қиындық туғызады. Тіпті егер бүкіл ғалам үшін болмаса да, тым болмағанда 3 миллиард шарынан тұратын қарапайым жүйе үшін есептеп шығарып алыңдар, сосын сол негізге сүйеніп мерекелерінде әр қарата тойлата беріңдер. Сонымен не болды деп ойлайсыздар? Жауап жоқ. Өздеріңіз байқап көріңіздер. Осы сұрақты кез келген материалистке қойып көріңіз. Нәтижесінде ол сізге ренжіп қалуы мүмкін, немесе тақырыпты өзгертуге тырысар. Бірақ та сол жүйедегі энергияның не қылған жұмбақты мөлшері, ол қанша грамм немесе неше джоуль екенін ешкім сізге жауап ретінде айта алмайды. Осы сұрақ қойылғандықтан, ал материалистер оған жауап бере алмағандықтан жағдайлары ұятты болды. Сонда материалистер құйтырқы әрекеттеріне жүгініп, энергия сақталу заңы негізінде заң емес, жай әншейін жалпылама принцип деуге көшті. Демек, егер ол заң болмаса, онда константаның нақты мөлшерін анықтау міндетті емес, дейді олар. Осылайша олар құтылып кетті. Сенбейсіздер ме? Орыс тілді Википедияға закон сохранения энергии дегенді енгізіп, мақаласын оқыңыз. Мақаладағы жазылғанды қазақшаға аударып оқысақ, онда былай делінген.
Энергияның сакталуу заны белгилүү бир шамалар менен кубулустарга катысты болмагандыктан, тек жалпылай зандылыкты көрсөтөтүндүктөн, оны зан эмес, энергиянын сакталуу принципи деп атауга болот. Мүмкүн сиз айтарсыз, галымдар неліктен бундайга барады деп. Жок, галымдар бундайга бармайды, ал материалисттер бара алады. Өйткөнү материализм менен гылым эки бөлөк нерсе. Кыскасы, әлгі константаны, яки турактуу болуп кала беретін әлгі энергиянын мөлшөрүн материалисттер бурундары калай айта алмаса, казир де солай айта алмайды. Сондуктан олардын кубанычтары негизсиз болуп калды. Олар типти әлгі занды күмәндүү деп жарыялауга өздөрү мәжбүрлүү болду. Алайда, осы айткандарын териске чыгаратын болсак, шынтубайтында әлгі энергиянын сакталуу заны кандайда бир белгисиз принцип эмес, нагыз занын өзү. Сондай-ак жүйөдөгү энергиянын жалпы мөлшөрү аныкталган өзүндүк мәңге ээ мөлшөр. Соны казир эсептеп чыгарайык. Сонау эч кандай компьютер, эч кандай гаджет оюндары болмаган кездери балалар көңүл көтөрүү үчүн не түрлүү оюндарды ойлоп табатын. Мисалы, мысыктын куйругуна боз калбарларды байлап, бейшара мысыкты тура каштыртатын. Мысык тез качкан сайын калбарлардын даңгырыгы соғурлум катты эстиледи. Одан мысык әрмен коркуп, типтен кача жөнөлөдү. Энди сурак, калбарлардын даңгырыгын эстемеш үчүн мысык кандай жылдамдыкпен козголуу керек? Айтпакчы, физиканын жилигин шагып майын ичкен билимдилер де осы суракта сүрүнүп жатады. Мисалы, кээ бирөөнүн айтуунча, мысык дыбыс жылдамдыгынан да жылдамыраак козголуу керек экен. Дыбыс жылдамдыгы секундуна 331 метрди курайды. Сонда калбарлардын дыбысы мысыктын артынан үлгөрмөйдү. Мысыктын bunday жылдамдыкпен жүгүрүүгө эки талай. Bunday жылдамдыкпен тек ушак уша алады. Бирок бул да өзүндүк бир шешим. Алайда осы суракка жооп берүү кезинде адамдар адетте эң карапайым, айкын жана дурус шешимин байкамай жиберип коюп жатады. Сону айтам басын, маселенин карапайым түшүндүрмөсү үнөмө ойга эң соңунан келеді. Куйругуна байланган калбарлардын дыбысын эстемөө үчүн мысыктын жылдамдыгы 0-ге тең болуу керек. Ягни мысык жай гана орунда турса, калбарлар даңгырламайды. Сонда мысык олардын дыбысын эстемейди. Калай сиздерге bunday шешим? Буну мен не айтпакпын? Ягни неліктен осындай шешимди жүйө энергиясынын баганагы жумбакты да белгисиз мөлшөрине колдонбаска? Мейли, әлгі жүйө бүкүл галамды камтысады. Неге жок? Кез келген физикалык жүйөнүн эки күйү бар. Белсенди жана белсенди эмес. Белсенди эмес күйдөгү жүйөдө эч нерсе, эч кандай процесстер жүрмөйдү. Ал белсенди күйдөгү жүйөдө түрлүү аракет пен кубулустар, түрлүү кубат пен энергиялар орун алып жатады. Сосын жүйө кайтадан белсенди күйдөн белсенди эмес күйгө ауысуу мүмкүн. Осы эки күйдөгү жүйө энергиясынын жалпы эсептик мөлшөрүн санап көрөйүк. Белсенди эмес күйдө баары түшүнүктүү. Bunday жүйөнүн барлык энергиялары 0-ге тең. Демек, олардын жалпы косундусу да 0-ге тең. Ал белсенди күйдөшү, белсенди күйдөгү энергиялардын ар кайсысы 0-ге тең эмес. Ар энергиянын өзүнө тән мәни бар. Және сол мәндердин мөлшөрү орасан зор болуу мүмкүн. Эгер осы эки белсенди жана белсенди эмес күйлөрдүн ортак мәнин алуу үчүн олардын барлык мәндерин түгүн калтырмай бири-бирлерине эселейтин болсак, эмне аламыз? Дурус, 0 аламыз. Демек, энергиянын сакталуу заны кез келген жагдайда аракет этеди. Ягни жүйөнүн жалпы жыйынтык энергиясы ар дайым турактуу мәнге ээ. Ол константа, және онун мәни 0-ге тең. Әрине, бул әлі болжам. Ал биз осы болжамды далилдей аламыз ба? Я, далилдей аламыз. Казир далилдеймиз. Бенджамин Франклин деген кисини тааныш медиңиздер, балким эстеген боларсыздар. Ол кісі бірінші болып найзағай тоғын ауыздықтап, оның біздің басымызға емес, жерге ұруын қамтамасыз еткен. Егер бұл мәлімет сізге ештеңе бермесе, онда басқаша айтайын. Бен Франклин американдық ақшаға, ең танымал $100 ақшаға суреті салынған адам. Сонымен Бенджамин 1747 жылы электр зарядының сақталу заңын ашқан. Шындығына келгенде, бұл энергия сақталу заңының жеке бір түрі, жеке бір модели десе де болады. Содан бұл заңның мәні. Электр заряды келгенде жұптасып келеді, яғни оң және теріс болып келеді. Кеткенде де жұптасып кетеді, яғни оң жағы мен теріс жағы қосылғанда. Бұл аннигиляция деп аталады, яғни 0-ге айналу. Егер осы процесс орын алған жүйе тұйық болса, онда бұл жүйе жалпылама нейтралды болып есептеледі. Егер онда мүлдем тоқ болмаса да, немесе онда миллиондаған оң және теріс зарядтар болса да, олардың жалпы мәні 0-ге тең. Жүйедегі тоқтың сомасы үнемі тұрақты болады.
Бул электр зарядынын сакталуу заны. Эгер bunday мән электр энергиясына тән болса, онда неліктен бұл механикалық энергияға, жылу энергиясына, немесе гравитациялық энергияға тән болмасқа? Өйткені табиғат заңының әсері бәріне бірдей. Мінеки сіздерге дәлел, жүйедегі энергияның мөлшері тұрақты екенін зарядтың сақталу заңы растайды, және оның мәні нөлге тең. Дегенмен бұл жалғыз дәлел емес. Бұдан да дәлелдірегі де бар. Егер бәрі де біз санағанымыздай болса, яғни тұйық жүйедегі энергетикалық константа нөлге тең болса, онда бүкіл ғалам міндетті түрде мәңгі өмір сүреді деу бекершілік. Демек, өз-өздерін алдаған материалистердің қуаныштары да бекершілік. Ғалам қазіргідей белсенді күйде болуы мүмкін, немесе белсенді емес, яғни өлі күйде болуы мүмкін. Ғалам не бар, не жоқ күйде болса да, энергияның сақталу заңы бәрібір орындалады. Материалистердің энергия сақталу заңы ашылғанына бола қуанғанынан тура 100 жыл өткен соң, ғалам мәңгі емес, оның бастауы болғанын ғылым екі ойлы етпейтіндей дәлелдеп берді. Бүгін тіпті біз ғалам қашан жаратылғанын білеміз. Бұл оқиға 13,7 миллиард жыл бұрын болған. Оған дейін ғалам болмаған, немесе ол белсенді емес күйде болған. Ал қазір ол бар, белсенді күйде. С точки зрения науки, большой взрыв. Вначале не существует ничего. Ни материи, ни энергии. Нет даже пустого пространства, потому что само пространство не существует. Нет течения времени, потому что нет такого явления, как время. В пустоте появляется огненный шар меньше атома. Он в 10 триллионов раз горячее солнечного ядра. Все, из чего позже возникает Вселенная, разлетается из точки, которая в миллионы раз меньше булавочного укола. Начинается отсчет времени. За секунду закладывается проект всего мироздания. Бұдан өзге дәлел қажет емес шығар. Бұл енді қалбырлар байланған мысықтың мысалы емес. Бұл 20 ғасырдың екінші жартысында ашылған ұлы ғылыми жаңалық. Бұл болжамнан көрі барлық фактілерді түсіндіретін гипотеза. Мүмкін сіз бұған Құдайдың не қатысы бар деп сұрарсыз. Уайымдамаңыз, бұл сұрақтың жауабына жақындап келеміз. Сонымен энергияның сақталу заңы бойынша ғалам белсенді күйде және белсенді емес күйде бола алатындығын анықтадық. Тіпті біз ғалам өзінің қазіргі белсенді күйіне өткенге дейін ол белсенді емес күйде болғандығын білеміз. Яғни ғалам басқаша айтқанда мүлдем болмаған. Сонымен 13,7 миллиард жыл бұрын не болды? Ғаламды белсенді емес күйден белсенді күйге алып шыққан қандай күш? Бұл материалистер пайымдайтындай, материяның ішкі қасиеттерінің арқасында өздігінен орын алды ма? Олар бұдан басқа не дей алады? Олар материядан басқа ештеңе жоқ дейді емес пе? Демек материя өз ішінде тербеліп, өзін өзі тірілткен. Солай деп материалистер айтады. Ал ғылым не дейді? Ғылымның айтуы бойынша, жүйенің белсенді емес күйінен белсенді күйіне ауысу және керісінше ауысу мәселесін табиғаттың екі заңы басқарады. Оларды әдетте термодинамиканың бірінші және екінші бастауы деп атайды. Адамды жалықтырып жіберетін нәрсе секілді, қайдағы бір термодинамика. Ол не қылған ғылым сонда? Гректің динамика сөзі қозғалыс дегенді білдіреді. Ал термо жылу деген сөз. Көне Рум империясында моншаны қалай атаушы еді? Дұрыс, термо деп атайтын. Өйткені 10-шы жылы. Сонымен термодинамика жылудың қозғалысын зерттейтін ғылым. Ал жылудың қозғалысын білу бізге не керегі бар? Қозғалса қозғала берсін өзі-ақ. Бұл елемей кетуге болатын нәрсе емес. Ғаламда бір мезетте әртүрлі энергиялар жүріп жатады. Бұл энергиялар қандай да бір қызметтерді атқарады, немесе энергияның бір түрінен басқа түріне ауысып жатады. Сонда қалай ауысады? Мысалы, сіз шансорғышты қуат көзіне қостыңыз. Сонда электр энергиясы механикалық энергияға ауысып, шансорғыштың жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Немесе қабырғадағы қосқышты қоссаңыз, электр энергиясы жарыққа айналып, бөлменізді жарықтандырады. Немесе гидроэлектростанцияда судың ағыны турбинаны айналдырып, судың механикалық энергиясы электрлі энергияға айналады. Тағысын тағы. Осылайша олар бір энергиядан басқа энергияға ауысып жатады.
Егер барлық мәселе осында болса, онда әлгі энергиялар бір-біріне тұрақты түрде ауыса беруші еді. Және бұл процесстер материалистердің фантазиясы бойынша мәңгілік жалғасар еді. Бірақ бұнда материалистер үшін жағымсыз бір құбылыс бар. Энергияның бір түрі энергияның басқа түріне ауысқан сайын, және қандай да бір жұмыс жасалған сайын, энергияның бір бөлігі қайтарылмастай жоғалады. Және ол жоғалғанда жылу энергиясы түрінде жоғалады. Бағанағы термоше істеп тұрған шаң сорғыштың сыртын немесе электр шамын қолыңызбен ұстап көріңіз. Олардың қалай қызып тұрғанын сезесіз бе? Олардың қызып тұрғаны сізге керек пе? Жоқ, керек емес. Сізге олардан басқасы керек. Шаң сорғыштың істегені және шамның жанғаны. Ал олар бәрібір қызиды, және сіз онымен ештеңе істей алмайсыз. Тіпті суықты өндіруге арналған үйіңіздегі мұздатқыш та артқы жағынан жылу шығарады. Әрине, бұндай жағдайлардан жоғалған жылудың мөлшері онша көп емес, және біз бұнымен көніккенбіз. Біз үшін шаңсорғыш пен мұздатқыштың пайдалы әсері жоғалған шағын жылу энергиясынан әлде қайда артығырақ. Ойланып көрейікші, егер энергия түрленген сайын, оның бір бөлігі қайтарылмастай жоғалатын болса, онда әр түрленген сайын энергия біртіндеп азая береді. Ол қайта қалпына ешқашан келмейді, ол тек жоғалып отырады. Бұны термодинамиканың бірінші бастауы түсіндіреді. Осы принципті миллион жылға көбейтіңіз. Жарайды, миллиард жылға, немесе 10 миллиард жылға көбейтіп көріңіз. Не болады? Бұл неге алып келеді? Ұршық қанша айналса да жіптің соңы болады дегендей, яғни ғалам өзінің соңына келеді. Барлық энергия ақыр соңында жылуға айналып, кеңістікке таралып кетеді. Сөйтіп ғаламның өмірі тоқтайды. Яғни ғалам өзінің бұрынғы күйіне, белсенді емес күйге түседі. Осылай болатындығын алғаш есептеп шығарған неміс профессоры Рудольф Клаузиус еді. Есептеп шығарған соң, ол тағдыр жазған бұл оқиғаны ғаламның термо өлімі, яғни жылулық өлімі деп атаған. Ол бұны өзінің физик әріптестеріне айтқанда, олар да осындай есептеулерін жасап, сондай нәтижеге келген. Яғни бұл гипотеза емес, болжам емес, немесе ақылсыз ғалымдардың фантазиясы емес. Бұл барып тұрған табиғат заңының дәп өзі. Ал сіздер жылудың қозғалысын зерттеудің не қажеті бар дейсіздер? Бұл ең маңызды ғылым болып шықты емес пе? Егер бір ғылымды дұрыстап оқыту керек болса, онда ол термодинамика. Термодинамиканың маңыздылығы сонша, мысалы, ағылшын жазушысы, физик және мемлекет қайраткері Чарльз Перси Сноу міндетті тест енгізу керек деген. Сол тест бойынша термодинамиканың екінші бастауын білмеу жан-жақты дамудан кешігудің белгісі. Тіпті Уильям Шекспирдің шығармаларын білмеумен пара-пар деген. Біз термодинамиканың бірінші бастауымен және оның қорқынышты салдарымен танысып қойғанбыз. Ал термодинамиканың екінші бастауы деген не? Егер термодинамиканың бірінші бастауы бойынша кез келген жұмыс барысында энергияның бір бөлігі қайта оралмастай жоғалады. Яғни ғалам әр сәт сайын өзінің соңына белсенді емес күйіне жақындап бара жатқан болса, онда термодинамиканың екінші бастауы бойынша ғалам белсенді емес күйінен өздігінен шыға алмайды. Қысқасы, бұл барлық материалистерге қойылған соңғы диагноз. Естеріңізде ме? Алғашында материалистер ғаламның мәңгілік екеніне, оның жаратылмағанына жабысып ұсталған болатын. Ал кейін ғылым ғаламның бастауы болғанын дәлелдегенде, олар ғаламның өздігінен өзі жаратылғанына үміт артты. Мысалы, барон Мюнхгаузеннің өзін-өзі батпақтан суырып алған өтірік оқиғасы сияқты. Положение было отчаянным. Нужно было выбирать одно из двух. Погибнуть или как-то спастись. Ну, и что же вы выбрали? Я решил спастись. Но как? Ни веревки, ни шеста, ничего. Тут меня осенило. Голова от себя под рукой, господа. Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная. А голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болота. Вместе с конем. Термодинамиканың екінші бастауы материалистердің осы соңғы үміттерін де жоққа шығарды. Бұл заңның айтуы бойынша, ғалам өздігінен жаратыла да, өздігінен тіріле де алмайды. Өздігінен белсенді емес күйден белсенді күйге ауыса алмайды. Міне, енді сіздер термодинамиканың екінші бастауын білесіздер, және Чарльз Сноудың тестінен өте аласыздар. Алайда бұл Құдайдың бар екенін қалай дәлелдейді? Турасынан дәлелдейді. Ғылымның айтуы бойынша, ғалам бастапқы еш нәрсе болмаған белсенді емес күйінен өздігінен шыға алмайды.
Буған термодинамиканын екінші бастауы тыйым салады. Егер көрнекі мысал қажет болса, онда шелектегі суды еденге төге салыңыз да, төгілген су қайтадан шелекке жиналады ма екен, соны байқап көріңіз. Бұл мүмкін емес дерсіз. Иә, дұрыс айтасыз, бұл мүмкін емес. Сол секілді ғалам да сырттан жасалған ешкімнің көмегінсіз өлі күйінен белсенді күйіне өзі ауыса алмайды. Бұл мүмкін емес. Алайда ғалам қандайды бір жолмен белсенді күйіне ауысты ғой. Бүгінгі ғалам өлі күйінде емес, тірі күйінде екенін біз өз көзімізбен көріп отырмыз ғой. Егер ол өзін өзі тірілте алмаса, онда бұл қалай орын алған? Мүмкін емес жағдайларды алып тастаңыз, сонда қалғаны жауап болады. Олар қаншалықты нанғысыз көрінсе де. Қалған жалғыз жауап ғаламды белсенді күйге келтірген біреу бар. Ғаламға белсенді емес күйден белсенді күйге ауысуға біреу көмектесті. Және бұл көмек сырттан келді. Ал материялық ғаламнан сырт болған материя емес болмыс кім? Әлгі материалистер материядан басқа ештеңе жоқ деуші еді ғой. Неліктен мен олардың өтірік айтып тұрғанын біліп тұрмын. Өйткені олардың бұндай олақ өтіріктері шындық бола алмайды. Егер материядан басқа ештеңе болмаса, онда ғалам өзінің термоөлім күйінде қала беруші еді. Ал ғалам көріп отырғанымыздай термоөлім күйінен тірілген болса, онда материалистердің айтқаны дұрыс емес. Демек материядан басқа да нәрсе бар. Және ол материядан сырт, материя емес болмыс. Оны біз бейнероликтің басында Құдай деп анықтағанбыз. Басқаша сөзбен айтқанда, ғылым ап-анық түрде айтады. Материалдық емес бастаудың, материя емес болмыстың бар екенін мойындамастан, материалдық ғаламның пайда болуы мен өмір сүруі мүмкін еместі. Сондықтан ақылы түзу, есі кетпеген ешбір жан ғаламның пайда болуында Құдайдың қажеті болмаған дей алмайды. Солай дейтін адам термодинамиканың екінші бастауын білмейді деген сөз. Яғни Чарльз Сноудың тесті бойынша оның жалпы дамуында ақаулықтар бар. Заманауи ғылымның жауабы осы. Міне Құдайдың бар екеніне, фундаменталды физикалық заңдарға, яғни энергияның сақталу заңына, термодинамиканың бірінші және екінші бастауларына негізделген дәлеліміз осындай.